Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай қытырлақ фри жасайтын боламыз. Біздің рецепті көру үшін осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Біздің каналға подписаться кнопкасын басыңыздар. Видеоға лайк қойыңыздар, астына комментарий жазыңыздар. Көріп тұрғандай осылай картопты ашып, тазалап аламыз. Сосын дәл осы видеодағыдай етіп бір келкі қылдырып тураймыз. Осы видеоны рецебін көру үшін ссылкасын копировать етіп, WhatsApp чаттарға тағы да достарыңызбен бөлісуге болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мен картоптарды турап алдым, бір келкі қылдырып. Енді біз бұл картопты бірнеше рет жуамыз салқын суда, крахмалын кетіріп. Сосын барып осындай таза тряпкаға кептіріп қоямыз. Өте қатты кебу керек, сонда біздің фрейіміз қытырлақ болып пісады. Міне көріп тұрғандай қайнап қызып тұрған майға осылайынан фриларды саламыз. Сосын араластырып, бұны қуырамыз. Қызарып, жақсы түр бергенше дәл осы видеодағыдай араластырып тұрамыз. Отымызды өте қатты емес, орташа қылдырып қойып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздікі прям қатты, қытырлақ, түрі қызыл, өте әдемі фри шықты. Балаларыңызға берсеңіздер жақсы көріп бұны жейтін болады. Фрейіміз майға қуырылғандықтан өте май болып тұрады. Осылайынан салфеткаға қойып, майын сіңіріп аласыздар. Содан кейін барып балаларыңызға берулеріңізге болады. Достар, біздің фри уже дайын. Енді үстіне біз тұз себеміз. Осылай бізде өте дәмді фри шығады. Сіз де осы рецепт бойынша жасап көріңіз. Біздің каналға міндетті түрде тіркеліңіз, видеоға лайк қойыңыз, астына комментариймен бөлісіңіздер. Осы рецептпен міндетті түрде жасаңыздар. Ал сәттілік сіздерге.